Coca-Cola әлемдегі ең танымал сусындардың бірі. Бірақ оның бір жұмбағы түсі. Неге қара? Неде жылдар өтсе де бір тамшысы да ағармайды. Бұл жай ғана қант пен газ емес. Мүмкін бұл жасырын формулаға қатысты құпияның бір бөлігі шығар. Алғашында, яғни 19 ғасырдың соңында, Coca-Cola шын мәнінде емдік мақсатта ойлап табылған. Оның құрамында тіпті кокаин болғаны рас. Бірақ уақыт өте бұл ингредиенттер өзгертілді. Дегенмен бір нәрсе сол күйі қалды, оның қара түсі. Coca-Cola'ның түсі карамель бояуы деп түсіндіріледі. Бірақ бұл жай карамель емес. Бұл 150 деп аталатын арнайы химиялық қосылыс. Оны алу үшін қантты өте жоғары температурада аммиак пен сульфатпен араластырып күйдіреді. Нәтижесінде алынатын қою қара сұйықтық кәдімгі бояуға ұқсайды. Яғни сіз Coca-Cola'ны ішкенде шын мәнінде бір қасық қантпен боялған су ішіп отырсыз. Кейбір теорияларда бұл бояу ағзаны улап, ағзаның ішкі ортасында қара дақтар қалдыруы мүмкін деп айтылады. Әрине, бұл әлі ғылыми дәлелденбеген. Бірақ факт Coca-Cola түсімен емес, тұрақтылығымен әлемді жаулап алған.